шәді ақынның мұхаммед пайғамбар туралы жазған дастанынан. шәді жәңгірұлының көп жыл ізденіп, көз майын тауысып жазған атақты дастаны «Назым сияр-шариф» атты туындысы. Бұл шығармада Мұхаммед ғалейхиссәләмнің туғаннан өлгенге дейінгі барлық өмір жолы суреттелген. Ол кісі кіммен дос, кіммен күрең қабақ болды, кәпірлермен қалай күресті, мұсылмандарды қалай қолдады, қанша баласы болды, кімнің тәрбиесін көрді, қанша рет некеленді, әке-шешесі кім еді, туған-туысы бәрі түп-түгел жырда көрініс табады. Біз Мұхаммед ғалейхиссәләмнің қалай өмірге келгенін де Назым сияр-шарифтен оқимыз. Ғабдолла Амина атты әйел алды, Ибрахим тәртібімен некеленді. Әуелі кездескенде Ғабдолламен 6 айда Ғабдоллаға ажал жетіп, баласы тумай жатып өліп кетті. Алланың әмірімен Мұхаммедті құрсақта анасының жетім етті. Мекке арабтарында сол кезде жас баланы көшпенділерге тәрбиеге беру салты қалыптасқан екен. Осы әдет бойынша жыл сайын олар келіп, Меккеден сәбилерді алып қайтады екен. Жан-жағын тау қоршаған, ауасы тар, ыстық, сасық қалада сәбилер өлімі көп болған. Неше түрлі адамдар келіп кететін. Қалада әр түрлі жұқпалы аурулар көп таралған. Сондықтан шамасы келген отбасы ақыларын төлеп, сәбилерін сүті бар көшпенді әйелдерге өсіріп беруге берген. Бұл әдет жылына 2 рет, көктемде және күзде жүзеге асатын. Көктемде көшпенді Бату Саад тайпасының әйелдері қаланы аралап бала ала бастағанда, сәби Мұхаммедті ғалейхиссәләмді ешқайсысының алғысы келмейді. Өйткені оның жетім екенін біліп, оған уақытылы ақы бермейтін шығар. Егер шешесі күйеуге шығып кетсе, мүлдем төлемейтін шығар деп, баланы алғысы келмейді. Сол уақытта ешқандай бала ала алмаған Халима мейірімі түсіп, Мұхаммедке ғалейхиссәләмға сүт ана болады. Халиманың Мұхаммедті ғалейхиссәләмді әкелгендігі оған бақыт, байлық, ырыс болыпты. Бұрын жоқтық көріп үнемі қарыздан шықпай жүрген бұл отбасына ойламаған жерден береке келіпті. Істері ілгері басып, ел қатарына қосылыпты. Мұхаммед ғалейхиссәләм де ешбір қағажу көрмей, өз ата-анасындай болып кеткен осы отбасының бір мүшесіндей сезініпті өзін. Мұхаммед ғалейхиссәләм тез сөйлеп, тез жүріп, тез өсіпті. Бұл туралы дастанда Расул өзгелерден тез ержетті, 2 айда еңбектемей жүріп кетті. Сөйлеуге 3-4 айда тілі кепті. Әуелі бисмилля деп сөзге кепті. 4 айда балалармен жүріп кетті. Мұхаммед ғалейхиссәләм жасынан қасиет иесі еді. Оның ең үлкен киелігі сонда. Тілі бисмилля деп шығады. Біздің ата-бабамыз әуелі сөз бисмилля, бисмиллясыз іс қылма деп тегіннен тегін айтқан емес. Бұл жағдайды бір Алланың құдіреті деп білеміз. Халқымыз құдайсыз қурай сынбайды деп біліп айтқан.